Ассалаумағалейкум ММА сүйер қауым, сіздермен бірге әдеттегідей ММА әлемі. Бұл шығарылымда UFC әлеміндегі ең жас жауынгер Рауль Росас Джуниормен таныс болатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. Рауль Росас Джуниор Мексиканың тумасы, айтсам сенгіз шығар, бірақ Раульдің жасы небәрі 18-де, яғни 2004 жылдың 8 қазанында дүниеге келген. Салмағы 61 келі, бойы 1,75, қазіргі таңда жеңіл салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп жүр. Оның сыртқы келбетіне қарап, көп адамдар оның 18 жаста екеніне күмәнмен қараған болатын, бірақ Раульдің құжаттарын тексеру барысында оның жасы шынымен де 18 екені анықталды. Аз ғана уақыт ішінде үлкен танымалдылыққа ие болған Рауль осы кезге дейін өз профессионалды карьерасында 6 жекпе-жек өтіп, оның 6-ында жеңіспен аяқтаған. Спорт карьерасын 2021 жылы бастап, Рауль небәрі 1 жылдың ішінде осындай үлкен жетістіктерге ие болып отыр. 5 жекпе-жегінде жеңіспен аяқтаған Рауль 2022 жылы UFC президенті Дана Уайттың назарына ілігеді. Бірақ UFC талаптарына сәйкес жауынгердің жасы 18-де болуы қажет еді, ал Рауль ол кезде небәрі 17-де болатын. Рауль қазан айында 18-ге толуына сәйкес Дана Уайт Раульдің ата-анасынан UFC-ға шығу туралы рұқсат қағазын алып, келісім шартқа қол қойылды. Келісім шартқа қол қойылған соң Рауль UFC промоушндегі алғашқы жекпе-жегін 20 қыркүйек күні Мэндо Гутерреске қарсы өткізген болатын. Және барлықтарыңызға белгілі төрешілер шешімімен жеңіс Раульдің жағында болды. Болашағынан зор үміт күттірген UFC-дің ең жас жұлдызы әлі қандай белестерді бағындырар екен, оны алдағы уақытта көре жатармыз. Раульға тек қана сәттілік тілей отырып, біз осы шығарылымды аяқтаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар.